Өткен демалыс күндері Қарағандыда балалар арасында садақ атудан республикалық ашық турнир өтті. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 150 жас спортшы нысананы дөп көздеп, мергендікте бақ сынасты. Қатысушылардың бірі Аяулым Шанай бұл спорттың түрі дәлдікті, тәртіпті дамытады және ішкі рухты көтереді деп санайды. Оның сөзінше мергендік бұл қазақтарға қанмен берілген қасиеттің бірі. Қазіргі уақытта Аяулым 2 разрядқа ие болды, бірақ ол мұнымен тоқтамайды. Мен осы спортқа 2 жыл қатысамын. Бірінші рет сайысқа қатыстым, және ол сайыстар тек қайрат осы Қарағандыда өткен. Біз күніне 2 сағат атамыз садақтан. Маған осы спорт өте қатты ұнайды. Садақ ату турниріне 7 және 18 жас аралығындағы балалар қатысты. Бұл спорт түрі Қазақстанда соңғы 2 жылда белсенді дамып келеді. Қатысушылар 4 жас санатына бөлінді. 7-9 жас, 10-12, 13-15 және 16-18 жас. Әр категорияда 10 метрден 25 метрге дейінгі қашықтық көрсетілді. Жас спортшылар 3 стиль бойынша жарысты: фито, путо және жамбы. Фито бұл олимпиадалық ату спортында қолданылатын және стандартты болып табылатын нысана. Путо жаудың силуэтіне еліктейтін нысана. Бас, мойын және іш аймағын белгілеу бар. Әр аймақ белгілі бір балдық критерийлер бойынша бағаланады. Жамбы диаметрі 25 см болатын нысана. Көлемі шағын болғандықтан нысананы дәл көздеу оңайға соқпайды. Жалпы өте қарқын деңгейінде келе жатыр, өте қатты жақсы дамып келе жатыр. Бұл бізде қазақтың рухында, қазақтың ішкі дүниесіндегі бар дүние болғаннан кейін, садақ ату әрбір балаға, әрбір қазақ елінде тұратын азаматқа өте таныс, ыстық дүние болғандықтан бұл спорт ретінде өте қатты жақсы дамып келе жатыр. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 1000-ға жуық спортшылар тіркелді, ересектер тобы бар. Бір ерекшелігі бұл дәстүрлі садақ атуда жыныс несіне қарамайды. Толы қыздар, ұлдар бәрі қатыса бере алады, бірдей. Жарыс қорытындысы бойынша Нұрсұлтан, Алматы қалалары және Маңғыстау облысының қатысушылары ең көп медаль жеңіп алды. Қарағандының жас спортшылары 2 алтын, 1 күміс және 4 қола иеленіп, жақсы бәсекелестікке қол жеткізді. Садақ ату бұл тұтас өнер екенін атап өтейік. Нысанаға дәл тигізу үшін күніне бірнеше сағат жаттығу керек. Дәлдік, ептілік, мергендік, салқынқандылық бұл садақ ату спортынан даритын қасиет. Ақнұр Мырзатаева, Айша Өсенбекова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.